Жұрттың шалдары сияқты сен де жадағай киіп отырсайшы тойда. Қанша айтқанмен құданың інісі ғой той жасап жатқан. Дардай құда деген атың бар. 70-тен асқан жасың бар. Отырмайсың ба? Төрден орын алып деп, Гүлшен әжей шалына көңкілдеп ұрсып жүр. Құдай-ау, жұрттың шалдары алып берген киімді киіп алып, тойларда әбәсем болып отыра қояды. Ал бұған ештеңе жақпайды. Жаратпаған өзіне ұнамай қалған киім болса болды, өлгенде сүйегіме саларсың деп атып ұрады. О, тоба. Жұрт киюге киім таппайды. Бұған бар киім жақпайды деп тағы қосты. Теледидар алдында малдас құрып отырған Әлібек шалға бұның әңгімелері әсер етіп отырған жоқ. Бір құлағымен кемпірінің көңілін естісе, екінші құлағымен соғыс туралы киноның дауысын көтеріңкіреп қойып, жайбарақат отыр. Бұлардың үлкен ұлының қайнағасы, яғни құдалар жағы шаш шалу, жас той жасап жатқанды. Сондай тойларға керсіңді деп ортаншы қызы бұл екеуіне арнап, анасына қажекей, камзол, жадағайын, әкесіне шапан, жадағай, бас киімін әкеліп берген. Өмір бойы жұмысқа темір жолдың арнайы киімін, той садақаға, сұрғылт костюм шалбар киіп жүрген Әлібек ақсақалға жадағай деген етек жеңі салп еткен, түйенің жабуын сиырға жапқандай әсер берген. Қызының көңіліне қарап, балам, жақсы екен, рахмет қарағым. Алла сыйласын сені деп қуанған сыңай танытса да, кейін олар кеткесін кемпіріне жинап қоя ғой, сүйегіме саларсың. Мұнадай киім киіп көрмегесін біртүрлеген дегенді. Сол күні-ақ кемпір мен шал келіспей қалған. Енді міне кешеден бері Гүлшен әжей Әлібек ақсақалды жадағай киюге көндіре алмай жүр. Гүлшен әжей өмірінде 4 құрсақ көтерген. 4-еуі де дін аман отбасылы. Үйлі күйлі болып кеткен жандар. Ұлдың үлкені қазір ата болып, өз алдына бір отау. Кіші ұлы бала-шағасымен бөлек кеткен. Кемпір шалдың қолында шалдың баласы саналатын үлкен немересі келіншегімен. Кіші ұлы аздап ақанға жақында болғасын, немерені үйлендіріп, қолдарына алып қалған еді. Сөйтіп шал мен кемпір кимеймін деп отырғанда үлкен ұл келді. Апа. Енді сол қартайғанда отырасыңдар ма, салғыласып? Кемпіріңнің айтқанын киіп барып келе салмайсың ба? Кім қарайды саған? Кім сынайды? Таста құрсын қырсыққанды. Жүр кейінші деп кеттік деп, әкесін жылдамдата бұйыра сөйледі. Отағасы баласына көз қиығымен бір қарады да, сендерге ұнайтын киім кием деп өзімді сайқымазақ қылар жайым жоқ. Қайын жұртыңның тойына асығып тұрсаң, жаулығын желпілдетіп шешеңді салып ал да бара бер. Мен келмеді екен деп, құданың тойы болмай қалмас деп, теледидарға қарап отыра берді. Әй, құрсын. Кейсен кеші сол ит жылғы костюміңді. Жүрші бол, баланы жолынан қалдырмай деп, кемпірі быжылдады. Ой, папа, немене бала сияқты болып отырсың? Жұртты жолынан қалдырып, бұйырғанды кейде жүрсешенді деп, баласы тағы тықылдады. Әлібек шал орнынан асықпай тұрды да, екі жерде ербеп тұрған екеуіне кезек-кезек қарап алып, үйден шығып кетті. Орнынан тұрғанына үміттеніп қалған Гүлшен әжейдің қырсығып алып тойға барар-ау деген үміті осы жерде үзілді. Жарайды мама, өзі білсінші. Әкем сәл сырқаттанып, мәнісі болмағасын келе алмады деп айтармыз. Жүрші, кете берейік. Үйде бала келін бар ғой, аш бола қоймас деп, баласы асықтыра берді. Тойға барам деген алдын ала берген уәдесі бар. Бір жағынан баласының сөзі қамшы болып, Гүлшен кемпір мата жаулығымен шашуын алып машинаға отырды. Машина ауадан шыққанша артына қарайлаумен отырды. Ой, мама, осы екеуінің махаббаттарың ақ таусылмайды. Неге қарайлайсың? Бала емес, шаға емес. Бірдеңе болса қарайтын адам бар ғой әйтеуір деп, баласы жуып шайып келеді. Шырағым-ай, 50 жылдан асып барады осы әкелеріңмен отандас қалы. Ешқашан көңіліне тиіп көрген емеспін. Ол да маған қол көтеріп көрген емес. Алдында жылы су мен ыстығасы дайын тұрды. Мен күйеуге шыққанда, ерің пірің дегенді анаман санама қойып кеткен. Міне содан бері жарты ғасыр болса да содан танбай келем ғой. Жаңағы жерде жалғыз тастап кеткенім дұрыс болмады.
Қайын жұртым деп сен де елпілдеп қоймадың ғой. Бұрын той көрмегендей-ақ. Әкеңнің көңілін таба алмасаң өз балдарыңнан не дәме етесің. Жаңа асықтырып тықақтамай-ақ, абайлап сөйлеп, алдап сулап, алып шығуың керек еді ғой деп, баласын жазғыра сөйледі. Ал керек болса, айналғанда мен кінәлі болдым ба? Қырсық шалыңды көндіре алмағаныңа менің кінәм қанша? Жазығым көлікпен тойға барсын деп, көлікпен келгенім бе деп сасқалақтай аяқталды. Әдірем қалсын көлігің. Ішінде әкең екеуміз отырмаған көлік пе маған деп, ернін бір сылп еткізді де. Әкеңнің сол қырсық мінезі болмаса, сенің де бұл өмірде осындай аяқ қолың зіңгіттей болып жүруің не ғайбыл еді, балам. Әншейінде әке асқартау десіңдер де, кейде қапылып жүріп, сол асқартаудан оп-оңай аттап кете саласыңдар деп, ұзақ әңгіменің шетін шығарды. Әкеңнің қырсық мінезі болмағанда дегенің қалай мама? Менің денсаулығыма не болып еді деп, ұлы анасының бетіне бірдеңе ұғардай бажайлай қарады. Ей, жарайды балам, тойға келіп қалдық қой. Оның мәнісін кейін айтармын. Мен мына жерден шай ауыз тиіп, тойға берерімді жаздырып шығайын. Содан соң біреуің мені үйге жеткізің. Әкелеріңнің қасына барайын. Өзін қоярға жер таппай жүрген шығар, деп кесіп айтты. Ой, мама, сен де бір. Қайғырмайтын затқа күйіп пісесің. Бала емес, шаға емес. Үйде келіні бар. Аш болса асырап ше алар. Қонақтармен арқайып, отырып, тойлатқарысы бірақ бармайсың ба, деген еді. Анасы ұлының бетіне бір қарап, таксимен де кет алам деді. Үлкен ұл қарсы ештеңе айтпады. Гүлшен кемпір құда-құдағайларына оң болсын айтып, шашуын шашып, палаткада жайылған дастарханнан 2 кесе шай ішті де, үйдегі келіннің жасқа толмаған баласына ырымдап 1-2 кәмпит салып алып, сыртқа шықты. Құда-құдағайларынан мәдениетті түрде рұқсат сұрап, үйге қайтуға дайындалып еді. Үлкен ұлдың келіншегі жүгіріп келіп амандасты да, келінге бірдеңелер беріп жіберейін, ол да әлі бала ғой. Барғанда қолыңа қарап дәметіп қалса, емешегі сер деп, біраз уақыттан кейін бір пакет бірдеңелерді машинаға әкеп салды. Содан үйге келгенше ұлы екеуі үнсіз келді. Енесінің келгенін көрген жас келін, мә, той тез тарапты ғой деп, алдарынан жүгіре шықты. Мә, мынаның ішінде не барын білмеймін. Кішенең салып беріп жатқан ашып қарарсың деп, қолына салмақты пакетті ұстатты да, атаң үйде ме деп сұрады. Атам сіздермен тойға кетпеді ме? Үйде жоқ атам. Мен үй жинадым, алаша текеметтерді қағып алдым. Ал атамды көрмедім деп келін бейкүнә көздерін жыпылықтатты. Гүлшен ауыз үйдегі орындыққа отыра кетті. Айтам ғой. Мен болмасам, ол шалдың күні қара. Тағы қайда кетті екен деп қалта телефонына жармасты. Соқты. Дыбыс барып тұр. Тықыр-тықыр еткен дыбыс шықты да. Байын керек болды ма? Бітті. Жоқ саған енді байың. Сықиған өзбек келіншегі алып берем. Шат енді, қу тізеңді құшақтап деумен бірге ха-ха-халап қарқылдаған күлкі естілді. Қорғанбай деген құрдас екен ар жақтан бұны келемеш қылып жатқан. Әпер. Өзіңде шет жағасын ұстап қал. 2 алжыған шалға бір өзбек келіншек дәлгеле бере кетеді. Біздікі саған барған екен ғой, дұрыс қой. Құлғашса қиуадан шығады деген, басқа қайда барушы еді. Аман болса бопты. Үйде жоқ болғанға қайда екен деп балдары алаңдап, отырғасын соғып едім. Отыра, шаршасаңдар айтарсың. Алып кетуге балалардың бірін жіберермін деп, телефонын сөндіріп. Құдай-ай. Қорғанбайдан басқа қайда барсын? Соңғы 30 жылдағы қанды көйлек досы ғой. Деп орнынан тұрып киім ауыстыруға бөлмесіне кетті. Қайта шыққанда келіні дастархан жайып, буын бұрқыратып шай демдеп қойыпты. Бір шетте жантайып жатқан үлкен ұлы. Мама, бағанаға бір сөзіңізде әкемнің қырсық мінезі болмаса, менің аман сау дүниеге келуім неғабыл еді деуіңіз мәнін неді деп анасына қарады. Баламай, өткен өмірдің қайсы бірін айтарсың? Өмір деген әп-сәтте зулап өте шығады. Бірақ жаныңдағы адамның несе қаларлық жарқын істері санадан өшпей тұрып қалады екен.
Біздер үйленіп, осында көшіп келгенде әуелі теміржол жатақханасында тұрдық. Соңынан сен дүниеге келгесін ғой, бір бөлмелі үй алғанымыз. Сен дүниеге келерде мен бір нәрсеге жерік болдым. Бас кезінде не екенін өзім де білмедім. Топырақ па, кесек пе, тас па, әйтеуір бір нәрсе жегім келді де тұрды. Сөйтіп жүргенде бір келіншек, осында ескі бейнеудегі атаның басында әк тас сияқты, бірақ жеуге жұмсақ атаның ақ кесегі бар. Дәл құдіретті бір жатқан пештің жанынан алып жесең, тұщы, дәмді нағыз керемет сол деген. Содан сол кесеге аңсарып ауды да кетті. Одан қалса, бір ата тұрады да көп естіген едім. Бірақ оны 18 шақырым жерден кім әкеліп береді? Қазіргідей асфальт жоқ. Тіпті тас карелерінің өзі біреуі немесе екеу. Қатынайтын көлікте жоқ. Бір күні әкеңнің таңғы шайын беріп отырып, абайламай, сол кесектен жегім келетінін айтып қойдым. Ұмытпасам, қара шайы болу керек. Көз келіп жапырақтың бәрі оңып кеткен кез еді. Оның есімде қалғаны, мен аңсарым ауып, аузымнан су ағып терезеге көп қарайтынмын. Сондағы үлкен-үлкен сары жапырақтар есімде қалыпты. Содан әкең жұмысқа кетті. Ол кезде сағатпен санасады дейтін жұмыс жоқ. Үкімет керек десе түнімен жүре бересің. Сол әдетпен әкең кешкі жетілерде келді. Малмандай су киімдерін ауыстырып жұмысқа кеттім деп қайта кетті. Әрі бері күтіп едім, келіп болмады. Үйде телевизор да жоқ. Қой ермек қылатын. Кітап оқып отырып, кітапқа бетімді қойып ұйықтап кеттім. Бір нәрсе терезені ұрғылағандай болғаннан селк етіп ояндым. Қарасам сыртта қар аралас жаңбыр құйып тұр екен. Әкең әлі келмеген. Бір бөлмелі жатақхана емес пе, салулы төсекке жата кеттім. Енді көзім ілініп барады екен. Ақырын есік қағылды. Әкең екен. Үсті басы балшық-балшық, суы сорғалап тұр. Құрысын, осы уақытқа дейін жұмыста жүрсің бе? Енді қашан ұйықтайсың десем ыржиып күледі. Жұмысқа енді кетем. Тездетіп шай қойып жібер. Мә, мынауыңды ал. Кептірмесең су болды. Жетем дегенше де, он құлаған шығарымын деп қойнынан салафанға оралған бір нәрсені ұстата берді. О, бұл не қасқа? Не тауып келдің? Жұмысқа бармасаң түнімен қайда болдың деп салафан орауды ашсам, кесек тұр. Жалма-жан қошырлана ескеп, бір-екеуін ауызға салып та жібердім. Дәмі сондай тұщы, жағымды екен. Құрт талмағандай аузыма салып, езіліп балғып отырмын. Сонымды байқаған ба, әкең тоқшанекке өзі шай қойып, ішкелі жүр екен. Мен тұрып шай бермекші едім, қозғалтпады. Төсегіңе жат. Кесегіңді кеміріп жат деп, мазақ қылады аз болса. Ей, шырағыма. Сол менің бірау сөзім есінде қалып, жұмыстан келіп, түн ішінде ескі бейнеуге жаяу тартқаны ғой. Онысы қар мен жаңбырмен жағаласып маған таңға дейін жеткізгендегісі екен. Міне, балам. Менің бірау сөзіме бола, түн ішінде анау ескі бейнеуге барып, менің жерік кесегімді әкеліп берді. Одан кейінде талай қиындықты, қызықты күндерді бірге кештік. Сен дүниеге келгенде жатақхана коридорында кішігірім той жасадық. Коридорға ұзын шұбақ газеттен дастархан жайып, көршілер үйінде сақтаулы ең дәмділерін әкелді. Біреу сүрленген етін, біреу консервасын, біреу тарталқанын, кім шақпақ қантын дегендей, осы жатақханада қазақ, орыс, Әзербайжан, кәріс, армян, неше ұлт болса, соның бәрі газет жайылған дастархан басынан табылды. Біздің кезімізде қазіргідей ағыл-тегіл тамақ болмады. Жылтырақ, киімде ілуде біреуде еді. Бір-бірімізден нан, тұз, сіріңке, май-шай сұрай беруші едік. Адамдар кең еді. Адамгершілік, жанашылық күшті болған. Қазір болса, тамақ ағыл-тегіл, киім деген мүмкін емес, әлем-желем. Өмір әдемі, бірақ адамгершілік қасиет шегініп барады. Адамның адамға көлеңкесі түспей бара жатыр. Бала атадан безіп, қыз ананы тыңдамай, бедірейіп, қасиетіміз қашып бара жатыр. Мен жастай осы сенің әкеңнің етегінен ұстаған екен. Ендігі панамда, қорғанымда осы болады деп бастан ұйғарып қойған.
Енді бір құдайдан тілегім осы шалымды өзімнен бұрын аттандырып, соңынан өзім барсам. Артымда қалдырып ешкімге жотаңдатпай, алдыма сала кетсем. Мәне, мендегі арман сол. Менің көңілімді таба білген сенің әкеңнің мен неге бір сәтте көңілін қалдыруым керек. Менің пірім сенің әкең дегенде не түсініп отырғанын кім білсін. Шай құйып отырған немере келін көзі жасаурап, мұрны пысылдап отыр еді. Тоңған үйдің шаңырағына шалқалай қарап жатқан үлкен ұл тіктеліп отырып, ас қайтару ишарасын жасады да, қой, мен әкеме барайын, хабар алайын. Құрдас екеуі не істеп жатыр екен, соны білейін. Әкемнен кешірім сұрайын деп, орнынан тұрып сыртқа беттеді.